Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен бірге каналымызда алғаш рет ниш бил емтихандарында жиі кездесетін қазақ тілі бойынша мәтіндерді талдап шығаратын боламыз. Егер сіздер өздеріңіздің белсенділіктеріңізбен видеоның соңына дейін көріп қолдау білдіретін болсаңыздар, бұл видеолар міндетті түрде жалғасын табатын болады. Сонымен қатар ниш билді қандай сұрақтар көп кездеседі, қандай нақты ережелерді талдауымыз керек, соларды түгел видеоға шығаратын боламыз. Ол үшін міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, маған кері байланысқа шықсаңыздар, мен сіздермен мәтін талдауды және ережелерді, қандай ережелермен нақты келетіндігін мен бөлісуді міндетті түрде жалғастыратын боламын. Естеріңізге сала кетейін, ниш билға түсуге, тестқа тапсыруға өте аз уақыт қалды, 40 күндей шамамен қалды. Сондықтан дайындықтарыңызды одан әрі жиілеп бастауларыңыз қажет. Сіздермен бұл мәтіндер бұрынғы жылдары келген, сондықтан сіздермен бірге талдап көрейік. Кеттік. Бірінші сұрақ. Қазір сіздерге бұл видеоролик орыс сыныптарына да, қазақ сыныптарына да ортақ, ал алдағы уақытта нақты қай тілде тапсыратын аудитория көбейеді, соған байланысты мәтіндерді бөлек шығарып отыратын болам. Ендеше кеттік, бірінші мәтіннен бастайық. Ең әуелі сіздер мәтінді оқымас бұрын сұрақтан бастауларыңыз керек. Жалпы алдағы уақытта да мәтінді қалай оңай талдауға болатындығы туралы лайфхактармен де бөлісетін болам. Кеттік, бірінші сұрақты оқып аламыз. Сұрақ қандай? Шалқалай құлаған пингвиндер неліктен тұра алмайды? Енді сіздер қазір мәтінді оқыған кезде осы сұраққа жауап беретін жеріне мұқият мән беріп оқуларыңыз керек. Кеттік, мәтінді бастайық. Полярлық станциялардың маңында көп пингвин өмір сүреді. Олар төбелерінен ұшып өтетін тікұшақтарға, вертолет қызыға қарайды. Тікұшақтарға қараймыз деп шалқасынан құлап жатады екен. Пингвиндердің денелері қолапайсыз, сондықтан шалқалай құлаған пингвиндер өз беттерінше аунап тұра алмайды екен. Мына жерден мен жауапты көрген сияқтымын, тіпті ары қарай мәтінді оқудың да қажеті жоқ. Бірақ сіздерге оқып көрсетейін. Әрбір тікұшақ ұшқан сайын оларға көмекке арнайы маман келеді. Әйтпесе байғұстар жатқаннан тұрмай кетуі әбден мүмкін. Бұл мамандық пингвин аударушы деп аталады екен. Мен сұрақтың жауабын табу үшін, бұл әсіресе орыс тілі аудиторияларына өте маңызды, неліктен тұра алмайды? Енді мен жауапты дәл мәтінде қалай кездеседі, сол жерден іздеймін. Мен дұрыс жауапты табу үшін мына жерді белгілеймін. Яғни бізде дұрыс жауап әрине пингвиндердің денелері қолапайсыз. Қараңыздар, мен неге бұны сарымен белгілеп жатырмын? Егер сіздер мәтінмен жұмыс жасаған кезде тапқан жауаптарыңызды осылай белгілеп отырмасаңыздар, яғни дәлелдеп, онда өз жауаптарыңыз сенімсіз болып қалуларыңыз мүмкін. Демек, бұл жауап бізде болады С. С жауабы болады, өйткені бұл жауап нақты осы жерде көрсетілген. Пингвин олардың денелері қолапайсыз. С емес, мына жерде В. Маған телефонмен сәл ыңғайсыз болып жатыр. Бізде дұрыс жауап С. Келесі мәтін. Мұнда бізде бұл мәтін бойынша екі сұрақ берілген. Оқиық. Егін даласында қайнаған қызу еңбек қандай мағынада айтылған, және мәтінде жауабы бар сұрақты тап. Бірінші мәтінді дұрыстап оқып алайық. Күз келді, күн суыта бастады. Аспанды бұлттар қаптады. Жиі жаңбыр жауады. Жапырақтар сарғайып жерге түсіп жатыр. Олардың түстері әртүрлі. Сары, қызыл, жасыл. Олар жерге жайылған кілемге ұқсайды. Құстар топ-топ болып жылы жаққа ұшты. Балалар да жылы киіне бастады. Адамдардың күзгі еңбектері де ерекше. Егін даласында қайнаған қызу еңбек. Комбайн мен тракторлардың гүрілдеген үні үздіксіз естіліп тұр. Так, сұрақ. Егін даласында қайнаған қызу еңбек қандай мағынада айтылған? Ол бізде қай жерде айтылған? Әрине, мына тұста айтылған. Біз бұл сұрақтың жауабын табу үшін мына сөйлемді ары қарай оқимыз. Не дейді? Комбайн мен трактордың гүрілдеген үні дейді, үні. Үздіксіз естіліп тұр. Біздегі нақты кілт сөз, балалар, үздіксіз болады. Енді жауаптарын парағын оқиын. Егінде жауын көп болады. Бұл жауапты автоматты түрде сызып тастаймыз. Бұл жауапты мүлдем оқымаймыз.
себебі бұл жауап мына сөйлемнен кейін келген жоқ. Немесе тракторлар қатты гүрілдейді. Жоқ, мына жерде қатты гүрілдейтін туралы айтып тұрған жоқ. Гүрілдеген үні үздіксіз естіліп тұр дейді. Сонда бізде дұрыс жауап қайсысы болады? Әрине, далада жұмыс тоқтамайды. Балалар, мына жерде тоқтамайды және үздіксіз деген сөздер екеуі синоним. Түсінікті ме сіздерге? Так, неге? Кейде қараңыздар, жауап дәл мәтіндегідей мына бірінші сұрақтағыдай келмеуі мүмкін. Бірақ біз нені білеміз? Біз синонимді де білуіміз керек. Ал синонимді қалай оңай табуға болады? Оны да алдағы уақытта сіздерге көрсететін боламын. Келесі, мәтінде жауабы бар сұрақты тап. Демек, мына сұрақтардың бірін қойған кезде оның жауабы нақты мәтінде келу керек. Ол сұрақтың жауабы бізде жапырақтың түсі қандай? Енді мен сіздерге жауабын дәлелдеп көрсетейін. Жапырақтың түсі қандай? Нақты жауабы мына жерде тұр. Қараңыздар. Міне, жапырақтар сарғайып жерге түсіп жатыр. Олардың түстері әртүрлі. Сары, қызыл, жасыл деген жауап болады, балалар. Міне, көрдіңіздер ме? Осылай нақты дәлелдеп отырсаңыздар, өздеріңізде толық өз-өздеріңізге сенімді түрде тесттен аман шығасыздар. Келесі, үшінші мәтін. Қазақстанның жері кең байтақ, табиғат алуан түрлі. Мұнда асқар тау да, өзен де, көл де бар. Қазақстанда ірі қалалар көп. Қазақстан өте бай өлке. Қарағанды көмір береді. Көп нүкте қара алтын дейді. Оңтүстікте мақта өсет, оны ақ алтын дейді. Қазақстанда көмір, мұнай, қорғасын, мыс пен темір, тағы басқа кен байлықтары көп. Қазақстан астыққа бай өлке. Мұнда қой, жылқы, сиыр, түйе өсіреді. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қой. Бізде көп нүкте қара алтын дейді дегенде тұр. Оны жауабын табу үшін біз оның алдыңғы сөйлемін оқимыз. Қараңыздар. Мына жерден бастап қара алтын дейді дегенге дейін қараймыз. Сонда бізде нақты жауап шығады, балалар. Қарағанды көмір береді. Біз қарағанды деген сөзді ары қарай біз не деп айтамыз? Есімдікке айналдырған кезде ол оны болады. Ал төртінші сұрақтың жауабы А жауабы болады екен. Түсінікті ме? Енді сөйлем толық оқып көрейікші. Қарағанды көмір береді, оны қара алтын дейді. Келесі, тағы да осындай сұрақ. Мәтінде жауабы бар сұрақты тап. А. Қазақстан қайда орналасқан? Мына жерде Қазақстанның нақты қай жерде орналасқанын айтпаған. Келесі, В. Қазақстанның бас қаласы қай қала? Бас қаласы, яғни бізде Астана ғой. Астана туралы мына жерде ешқандай қосымша ақпарат жоқ. Көмір қайда өндіріледі? Так, мен көмір деген сөзді іздеймін мәтіннен. Бізде мәтінде көмір деген сөз бар ма, балалар? Әрине, бұл жерде көмір қайда өндіріледі? Бұл сұрақ бізде бар. Сондықтан бұл сұрақтың жауабы қайсысы болады? Қарағанды көмір береді болады. Мәтіннен жауабын таптым. Келесі, төртінші мәтін. Төртінші мәтінде көлемділеу мәтін. Қараңыздар, мәтіннің көлемінен ешқашан қорықпаңыздар. Себебі мәтін неғұрлым көлемді болған сайын, керісінше мәтіннің жауабын табу сұрақтың жауабын оңай болады. Көбісі психологиялық түрде сіздерді сындыру үшін, көлемінен қорқыту үшін әдейі көп қылып көрсетеді. Бірақ шын мәнінде оның сұрақтары оңай болады. Ендеше кеттік. Мұнда 4 сұрақ бар. Сұрақты шамамен көз шолып оқайық. Мәтін мазмұнына қайсы сәйкес? Екінші абзацтағы көп нүктенің орнына қай сөз сәйкес? Мәтінге қай ақпарат сәйкес келмейді? Мәтіннің идеясы не дейді? Кеттік. Ауылдың шеті қарлы төбешікке су құйылып, сырғанақ жасалған. Бірнеше бала сырғанақ теуіп жүр. Олардың ішінде ағайынды Ахметовтер де бар. Ақан мен Асан екеуі бір шанаға отырып төбеден төмен зымырайды. Беттері қызара бөртіп, сырғанап ойнаудан жалығар емес. Ақан мен Асан төбе шықты. Көп нүкте. Так, төбе. Мына жерде бірден екінші абзацта көп нүктенің орнына қай сөз сәйкес дегенге қояйық. Төбе деген балалар түсінікті, я? Төбе биік болады. Демек, төбенің қай жеріне шығады? Басына ма, артына ма, жанына ма, астына ма? Әрине, басына болады. Басына. Осылай сұрақты бірден кейде жауап беріп тастауға болады.
Келесі. Шананың алдына Асан отырған. Ол абайсызда шанадан айырылып қалды. Боз шанамен төмен қарай сырғанай жөнелді. Алысқа барып бірақ тоқтады. Ақан, сен барып шананы алып кел, деді інісіне Асан. Мен бармаймын, шанаға ие бола алмаған өзің сен бар, деді Ақан. Жоқ, сен барасың, сен менен кішісің, деді Асан. Бармаймын, үлкеймін деп жұмсай бересің, шананды үнемі мен сүйреймін. Сөз етпеген Асан ашуланып төменге түсті. Шананы жетектеген бойы төбеге емес, үйіне қарай бет алды. Ақан не істерін білмей төбе басында тұр. Тіл табыса алмаған Ахметовтердің ойыны осылай аяқталмай қалды. Мәтін түсінікті деп ойлаймын. Сұрақ. Қайсысы мәтін мазмұнына сәйкес? Мұнда екі сөйлем берген. Ауылдың шетінде сырғанақ жасалған, Ақан мен Асан сырғанақ теуіп жүр. Осы екеуінің қайсысы дұрыс? Егер екеуі де дұрыс болса С, қате болса Д, тек біреуі болса А немесе В жауабын белгілейміз. Бізде дұрыс жауабын табу үшін мәтіннен іздейміз. Ауылдың шетінде сырғанақ жасалған. Кейде балалар дәл сол мәтін құрамында келмеуі мүмкін, бірақ қараңыздар, ең бірінші сөйлемді оқыңыздаршы. Ауылдың несі дейді? Ауылдың шеті дейді. Демек, бұл жерде ауылдың шеті деген сөзді біз таптық. Так, менде қазір өкінішке орай телефонмен жасап жатқаннан кейін белгілеу қиын болып жатыр, бірақ міне бірінші сөйлемді қараңыздаршы. Мына жерде ауылдың шеті туралы айтылып тұр. Одан кейін ары қарай не айтылып тұр? Қарлы төбешке құйылып сырғанақ жасалған дейді. Сырғанақ жасалған. Бұл жерде де бізде қосымша бірге берілген, келесі, бұл бар. Енді екіншісін іздеп көрейік. Ақан мен Асан сырғанақ теуіп жүр. Мына жерде сырғанақ теуіп жүр деген бірнеше бала сырғанақ теуіп жүр, оның ішінде Ахметовтер де бар деген бар. Демек, бұл екеуі де дұрыс. Бізде дұрыс жауап С жауабы болады. С жауабы болады. Ой, маған ыңғайсыз болып жатыр. Жақсы. Келесі. Демек, 6-ның жауабы С. 8-ші сұрақ. Қараңыздар, мәтінге қай ақпарат сәйкес келмейді дейді балалар. Мәтінге қай ақпарат сәйкес келмейді? Мәтінге қай ақпарат сәйкес келмейді деген кезде бұл жерде болымсыз етістік бар. Демек, мәтінде жоқ. Бұл жолы сіздерді шатастыру үшін кейде осындай сұрақ болады. Жоқ нәрсені табамыз. Ахметовтар бір шанамен төбеден сырғанап түсті. Бұл жауап бар. Боз шана төбеден сырғанап кетті. Бұл да бар. Ақан мен Асан тіл табыстама толтыра сөйлемнің соңында айтқан. Ең дұрыс жауап бізде В. Асан шананы не істеді? Төбеге әкеп шығарды. Екеуі ұрсып қалғаннан кейін ол үйге кетіп қалды, иә? Ол туралы мына жерде айтыпты. Не деп айтып тұр? Төбеге емес дейді. Мына қараңыздаршы, міне. Төбеге емес, қайда шығарды дейді? Үйіне қарай бет алды дейді. Демек, ол шананы алуын алып, бірақ уже ойнағысы келмей не істеді? Үйіне кетіп қалды. Түсінікті ме? Так, сонда бізде дұрыс жауап 8-де В болады. 9-ші сұрақ. Мәтіннің идеясы неде? Балалар, мәтіннің идеясы деген кезде мәтіннің негізгі ойы неде деп келеді? Айтқысы келіп тұрған ойы немесе қорытындысы. Бірін-бірі сыйлау. Бұл жерде тура мағынада шананы төбеге сүйреу керек еді, үйге бірге қайту керек еді. Ойынның тез аяқталуы емес, бізге бұл оқырманға не айтқысы келіп тұр? Соны сұрап тұр. Бұл әрине бірін-бірі сыйлай білу. Екі бауыр бір-бірімен ешқашан ұрыспау керек, ұрысқанның өзінде бейбіт түрде татуласу керек деген мағынада айтылып тұр екен. Түсінікті ме? Кейде әрине бұның сұрағын мәтіннен табу қиын, бірақ сіздер ол үшін қазақша ойды түсінулеріңіз керек. Келесі 5-ші мәтін. Қыс түсті, жерді қалың қар жапты, шешем маған тон мен құлақшын сатып әперді. Ал етігім ескі болғанымен жылы. Әжем Дәурен екеумізге жылы қолғап тоқыды. Әминаға дүкеннен жаңа қызыл пальто, ақ пима сатып әкелді. Інім екеуміз мектепке барамыз, ал Әмина бөбек балабақшасына барды дейді. Сұрақ. Мәтін мазмұнына қайсысы сәйкес? А, Б, С, Д. Енді мұнда манағы тапсырмаға ұқсайды. Қараңыздар. Тон мен етігімді шешем алып берді дейді. Так, қарайықшы. Бізде сөйлемде қай жерде тұр? Міне, мен мәтіннен таптым. Шешем маған тон мен құлақшын сатып әперді деген сөйлемді көріп тұрмын.
бірақ мына жерде не дейді? Құлақшын дейді. Құлақшын дегеніміз не? Бұл бізде құлақты ғана жауап тұратын ушанка дей ма, не деп айтушы еді? Сол, иә. Мына жерде құлақшынмен тон сатып әперді дейді. Ал бізде жауап қалай? Тонмен етігімді сатып әперді дейді. Демек, бұл жауап сәйкес келмейді. Жақсы, демек бірге емес. Біз мына жерде а жауабын сызып тастаймыз әзірге. Және екеуі де дұрыс деген жауапты сызып тастаймыз. Себебі екеуі де дұрыс болуы мүмкін емес, себебі бір қате екенін білдік. Сонда қараңыздар, бізде автоматты түрде қай жауап қалды? Әрине тек екінші. Және біз екеуі де бұрыс дегенді қарауымыз керек. Мүмкін бұл екінші сөйлем қате шығар, оны да сіздерге дәлелдеп өте салайын. Қараңыздар, әжем тоқып берген қолғап жылы. Не деп тұр? Әжем Дәурен екеумізге жылы қолғап тоқыды дейді. Мына жерде қараңыздар. Сонда бізде дұрыс жауап қайсысы болады? Қолғап тоқыды дейді. Дәурен екеуіне тоқыған. Демек, мына жерде бізде дұрыс жауап тек қана екінші болады. Балалар, біз сіздермен 5 мәтін талдадық. Алда әлі менде бірнеше мәтіндер, көлемді мәтіндер, мына орташа деңгейлі мәтіндер болып саналады. Әлі бірнеше түрлері бар. Мына сұрақтарды мен сіздерге жай ғана көрсетіп өтейін. Өздеріңіз орындап, жауабын комментарийге қалдырыңыздар. Міндетті түрде келесі сабақта жауабын шығаратын боламын. Және нақты қандай тақырыптарды өтуіміз керек, алдағы уақытта ол видеоларды да жариялайтын боламын. Әрине, сіздердің кері байланыстарыңыз болса. Сондықтан видеоны соңына дейін қарасаңыздар рахмет. Нишқа тапсыратын достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Сәттілік. Аз уақыт қалғаннан кейін мен міндетті түрде сіздерге қалай мәтінді оңай шешуге болатын жолдарын әлі де шығаратын боламын. Әрине, өздеріңіз белсенді болсаңыздар. Мен өзім сіздерге осылай видео түсіру арқылы өзім пайдалы болғым келеді, және мен оқушыларды қосымша ниш бил емтихандарына дайындаймын. Сондықтан кез келген сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Алдағы уақытта қандай тақырыпта видео шықсын, нақты қандай мәтіндерге талдау жасайын, осы туралы өз пікірлеріңізді айтып өтіңіздер. Ниш билға тапсыратын достарыңызға міндетті түрде бұл видеоны жіберіп, жан-жаққа таратыңыздар, лайк басыңыздар. Әзірге видеомыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.